Денсаулық сақтау министрлігі 1 ақпаннан бастап COVID-19-ға қарсы жалпы вакцинация басталатынын хабарлады. Дәл бүгін Семейде алғашқы еріктілер вакцинаның алғашқы дозасын алады. Толығырақ біздің бейнематериалда. Кеше түнде Шығыс Қазақстан облысына Спутник V вакцинасының 1300 дозасы жеткізілді. Олардың 650-і Семей қаласына таратылды. Таңертеңнен бастап алғашқы 45 адам вакцина дозасын алды. Біріншіден, векторлық вакцинаның коронавирустық инфекциямен күресте алдыңғы қатарда тұрған медицина қызметкерлері алады. Мен COVID-19 вакцинасын қабылдаған алғашқы еріктілердің бірімін. Әрбір адам вакцина салдыратын болса, қауіпті індетті тоқтатуға септігімізді тигізе аламыз. Бұл вакцинаны қабылдау пайдалы болмаса, зияны тиеді деп қорықпаймын. Вакцинациялауға профилактикалық егуге қарсы көрсетілімдері жоқ адамдар жіберіледі. Сондай-ақ вакцинация алдында дәрігердің міндетті тексерісі жүргізіледі. Вакцинация 2 кезеңде жүргізіледі. Бұл бірінші компонентті енгізу және 21 күннен кейін екінші компонентті енгізу. Вакцинацияға жататын адамдар, яғни ең бірінші осы COVID инфекциясының жұқтыруға қаупі жоғары медициналық қызметкерлер, екінші деңгейде педагогтар, одан кейін әскери қызметтегі кісілер вакцинацияға жатқызылады. Алғашқы еріктілердің бірі денсаулық сақтау басқармасы басшысының орынбасары Думан Берікұлы болды. Ол вакцинациядан кейін жағымсыз сезімдерді сезінбейтінін айтты. Вакцинадан көңіл күйім жақсы. Бұлшықет қалған инъекция, ешқандай қосымша әсер көріп тұрған жоқпын. Жағдайым жақсы. 18 жасқа дейінгі балаларға алуға болмайды. Екіншіден, жүкті әйел адамдарға және де омыраумен емізетін аналарға алуға болмайды. Егер де осы екпеге ішінде құрам заттарға аллергиялық реакциялар болса, бұл екпені тағы да алуға болмайды. Бұл коронавирустың алдын алудың жалғыз жолы бүгінгі күнде. Вакцинациялау процесімен қатар кезең-кезеңмен егілудің басталғанын хабарлаймыз. Бірінші кезеңде шамамен 100 мың адам коронавирусқа қарсы вакцина алады. Екінші кезеңде ағымдағы жылдың наурыз айынан бастап шамамен 150 мың адам. Үшінші кезең сәуір айынан бастап 600 мың адамды қамтиды. Осылайша жыл соңына дейін 6 миллионға жуық қазақстандықты вакцинациялау жоспарланып отыр. Айтпақшы, вакцинация ерікті. Егілуіңізді өзіңіз шешесіз. Өз денсаулығыңыз өз қолыңызда.